Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгінгі біздің семинардың тақырыбы пандемия жағдайындағы амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету. Және де сіздердің бүгінгі спикерлеріңіз мен Сейсенбай Жайнар боламын, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету департаментінің менеджері. Егер сіздердің бүгінгі семинар бойынша сұрақтарыңыз болса, жазбаның астына комментарий ретінде жазып кетсеңіздер болады. Артынан сіздерге толыққанды жауап береміз. Қазіргі уақытта Қазақстанда көптеген дамыған елдердегідей созылмалы аурулардың таралуының өсуі байқалады. Бұл соңғы уақытқа дейін қолданыста болған республикалық денсаулық сақтау жүйесін түбегейлі жетілдіру қажеттілігін туындатты. Осы орайда міндетті медициналық сақтандырудың ұлттық жүйесін енгізу осы жетілдіруге айналуына оның маңызды бағыттарының бірі стационарлық және амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету арасындағы медициналық көмектің сабақтастығын ұштастырды. Амбулаториялық деңгейде сапалы дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету стационарларға жүктемені азайтты. Жалпы халықтың денсаулығын жақсартты және пациенттердің өмір сүру ұзақтығын арттырды. Осыған байланысты амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді дамыту тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде немесе міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде тегін дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды алуға құқығы бар нозологиялар тізімін және азаматтар санаттарын кезең-кезеңмен кеңейтуге бағытталды. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің 2017 жылғы 29 тамыздағы нөмір 666 бұйрығымен бекітілген қолданыстағы тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың, оның ішінде белгілі бір аурулары бар азаматтардың жекелеген санаттарының тегін және жеңілдікті дәрі үшін барлық ықтимал шараларды қолданды. Жүргізілген әртүрлі зерттеулер мен талдауларға сәйкес коронавирустық инфекцияға қарсы күрес жүйесінде амбулаториялық байланыс қаншалықты маңызды рөл атқаратыны әлеуметтік науқасты немесе коронавирусты тасымалдаушысын анықтаудың бастапқы кезеңі ретінде көрсетілді. Осыған байланысты амбулаториялық медициналық көмекті және осы кезеңде көрсетілген медициналық қызметтерді күшейту қазіргі таңда өзекті мәселе болып табылады. Амбулаториялық кезеңде коронавирустық инфекцияның зертханалық диагностикасы өте маңызды. Мүмкіндігінше мұндай диагностикалық халықты барынша қамтуға тырысты. Коронавирустық диагнозды расталған науқастардың санатын амбулаториялық деңгейде тегін дәрілік заттармен қамтамасыз ету үшін қолданыстағы амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету тізбесіне өзгертулер енгізілді. Атап айтқанда, ағымдағы жылдың 28 шілдесінде тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі бөлімінде алу тізбесінде коронавирустық инфекция аурулары толықтырылды. Олар қызуды төмендететін антикоагулянтты дәрілік заттар, парацетамол, ибупрофен, ривароксабан, апексабан, дагитрацан сияқты дәрілік заттардың әртүрлі формаларымен толықтырылды. Бастапқы кезеңде коронавирустық емдеудің басым бағыттары жоғары температураны төмендету мен өкпе артерияларында қан ұйғыштардың пайда болуы болдырмау болып табылса, бұл дәрілік заттардың жоғарыда көрсетілген позицияларын алу тізбесіне енгізуге негізделді. Коронавирустық инфекцияның жоғарғы немесе төменгі тыныс жолдарының респираторлық инфекцияларының пневмонияның симптомдары қосындылары ересектер мен балалар үшін де тегін негізде алу тізбесіне енгізілгенін атап көрсету керек. Бұлар жоғары тыныс алу жолдарының респираторлық ауруларына ибупрофен, парацетамолдың әртүрлі дәрілік формалары, төменгі тыныс алу жолдарының респираторлық ауруларына ибупрофен, парацетамол, азитромицин, амоксициллин және клаванон қышқылының қосындылары, сальбутамол сияқты дәрілік формалары енгізілді. Ауруханадан тыс пневмония бойынша амоксициллин мен азитромициннің әртүрлі дәрілік формалары, пневмония бойынша амоксициллин, азитромицин, цефуроксин, ибупрофен, парацетамолдың дәрілік формаларымен толықтырылды. Коронавирустық пандемия кезінде халықтың амбулаториялық емдеу, оның ішінде дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету саласындағы қызметкерлерге қол жеткізуін қамтамасыз ету бойынша олқылықтар анықталды. Осы бойынша бірыңғай дистрибьютордың дәрілік заттарды кеш сатып алуына байланысты бұл ағымдағы жылға арналған
алу тізбесінің кеш қолданысқа енгізілуімен және дәрілік заттар мен шетелдік импорттық өндірістерді жеткізуде іркілістердің туындауына байланысты денсаулық сақтау ұйымының жариялаған коронавирустық пандемиясына байланысты бастапқы медициналық санитарлық көмектің медициналық ұйымдарда дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды тегін жіберудің тапшылығын туындатты. Сонымен қатар ауруханадан кейін коронавирустық емделген пациентті жүргізу үшін амбулаториялық дәрілік буынға жүктеме түсті. Өйткені инфекциядан кейін асқынулар жиі пайда болды және мұнда жауапкершілікті мамандар бойынша пульмонолог, кардиолог, эндокринолог, дерматолог тағы да басқа туындаған асқынуларға байланысты. Осының салдарынан амбулаториялық буындардағы тар мамандардың жетіспеушілігі мен дәрігерлердің шамадан тыс жүктелуі туралы, сондай-ақ алғашқы медициналық санитарлық көмек ұйымдарының тар маманға қабылдауда асқынуы бар пациенттерге уақытында келу мүмкін еместігі туралы мәселе өткір қойылып отыр. Өйткені оларға жазылу көбінесе алдын ала немесе бір ай, бір жарым ай бұрын жүргізілді. Жоғары айтылғандардың бәрі пациенттердің наразылығын тудыруды және дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге әсер етті. Өйткені халықтың негізгі шығындары дәрі-дәрмекті тегін босатудың рецептін алдын ала алу және олардың емдеу үшін қажетті дәрі-дәрмектерді тегін алу еместігін көрсетті. Мұндай жағдайда науқастар дәрі-дәрмекті бөлшек дәріханаларда өз қаражатына сатып алуға мәжбүр болды. Осы тарапта әрбір медициналық қызметкер мен дәріхана қызметкерлері өз деңгейінде ақпаратты дұрыс жеткізу және өз пациенттеріне барлық жаңалықтар туралы уақытында хабардар ету талап етілді. Осы кезеңде жаңа 2020 жылы енгізілген алу тізімінің артықшылықтарын атап көрсету керек. Бұрын жеңілдікті санаттарға кірмейтін пациенттердің амбулаториялық емдеу кезінде дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етуге қолжетімділіктің жеткіліксіздігі байқалды. Жаңа тізбенің енгізілуімен пациенттерді қамту айтарлықтай артты. Мысалы, бұрынғы алу нөмірі 666 бұйрық бойынша бізде нозологиялар 50 болса, ал препараттар саны 289 болды. Ал жаңа бұйрықтың редакцияларында тегін медициналық көмек көрсету нозологиясы 35, препараттар саны жаңа 28 препараттармен толықтырылды. Тізбенің ескірген редакциясы бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін 50 нозология, тегін медициналық көмектің кепілдендірген көлемі шеңберінде жаңа тізбек 35 нозология, оның ішінде коронавирустық инфекцияға кірді. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша 14 нозология көшірілді. Олар жедел ларингит, фазингит, тонзиллит, бронхит, пневмония және басқа да аурулар. Жаңа 70 нозология тегін медициналық кепілдендірген көмекпен міндетті мәмс аясында жаңа тізім енгізілді. Атап айтқанда, тегін медициналық көмек бойынша коронавирусты инфекция бойынша 1 нозология, мәмс ересектер бойынша 28 нозология, ал мәмс балаларда 51 жаңа нозологиялармен толықтырылды. Тізімнің ескі редакциясында дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың жалпы саны 28 позицияны құраса, ал тізімнің жаңа қолданыстағы нұсқасында 650 позицияға дейін ұлғайтылды. Оның ішінде 358 жаңа препараттар, 31 жаңа позиция тегін медициналық көмек бойынша, ал мәмс аясында 246 дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар атауын қамтыды. Осы кезеңде тізімнің ескі нұсқасындағы 234 бірегей дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың атауын қамтыса, жаңа нұсқада 337 атауға қамтылғанын атап өту өте маңызды. Мәмс шеңберінде фабри ауру және басқа да аурулар, түйінді полиартрит және оған ұқсас жағдайлармен дерматополимиозит, жүйелік склероз және жүйелік склеродермия, дюшеннің бұлшық дистрофиясы, пемиоз сияқты, тері және тері асты шелмайының инфекциясы сияқты қымбат емдеуді талап ететін әлеуметтік маңызды бар аурулар енгізілгені маңызды болып табылады.
Құрметті біздің тыңдаушылар, осымен біздің бүгінге жоспарланған лекциямыз аяқталды. Барлықтарыңызға тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.